Және де бүтін қазір әлемге танылып атқан осы Әбдішкүр Нарметов деген, Жұба Хажы Жәлелов деген үлкен ғалымдары бар, уағызшылары бар. Оларда білесіздер қанша әрекет. Ал Бұхара, Самарқанд деген Хива, бұл жерлердегі 7 жастан 70 жасқа шейін діндарларын бәрін өлтіріп тастады. Қырғызстан өзі 7 миллион, бірақ оның 5.000 қарийы бар, молдасынан басқа. 5.000 қарий. Қарий мен молда екі бөлек болады. Білесіз ғой бәріңіз. Қарий дегеніміз жалғыз Құранды жақсы оқитын, бастан ақырына шейін жатқа білетін адамды қарий дейді. Молда деп тұрып, сол Құранның переводтайтын, тәфсірлейтін, арабшаны жақсы білетін адамды молда дейді. Қырғыздарда 5.000 қарий бар. Олар бірақ 7 миллион. Енді олардың үлкен ғалымдары, мысалы қазір дүниеде 2-ші, 3-ші орында тұратын үлкен ғалымдары бар. Алаудин Мансур, Шаммахамад, Шайюнус деген үлкен ғалымдар, Қырғызстандық балар. Және де бүтін қазір әлемге танылып атқан осы Әбдішкүр Нарметов деген, Жұба Хажы Жәлелов деген үлкен ғалымдары бар, уағызшылары бар. Оларда білесіздер қанша әрекет. Олар тыныштықтан жақсы пайдаланып алып жатыр да. Біз де осы тыныштықтан жақсы пайдаланып алуымыз керек. Бізден әлі көптен көп. Бізде 300-ден 500-ге шейін ғана қарий бар. Әлі 1000-ға жеткен жоқпыз. Неге қарий шықпасқа? Сіздің балаңыз жоқ па? Қызыңыз жоқ па? Немереңіз жоқ па? Қырғыздарды аспанда періште оқытып жатыр да, бізде кім оқытып жатыр? Шайтан оқытып жатыр ма? Қараңыз, осы тыныштықтың арқасында, ынтымақтың арқасында мықты оқып алуымыз керек. Осында ыстық мешіттер, мені қараңыз, альхамдулилла, осы жердің өзінде 95% жастарымыз бар. Осыны оқып алу керек, біліп алу керек. Негізінде 21-ші ғасырдың ең үлкен фитнасында тұрғанымыз бұл анық ағайындар. Ең үлкен өкініш. Бірақ иншалла бұл да өте үлкен бір шамал секілді өтіп кетеді. Уақыттың қадірі жоқ бізде. Уақыт дегеннің қадірі жоқ. Ата-ананың да қадірі жоқ бізде. Ағайын туған туысқанның да қадірі болмай жатыр. Тіптен мұсылман бір-бірімнің қадірін білмейтін, сонда бір фитна, бір заманда өтіп жатырмыз. Иншалла бұл да өтіп кетеді. Бірақ соның арасында сізбен біз өзімізге өте жақсы мән беріп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әрбір хадисіне мән беріп, одан өрнек алып, өзімізді жөндеп, үй ішімізді жөндеп, әйеліміз, бала-шағаларымызды жақсылап тәлім тәрбиемен тәрбиелейтін болсақ, иншалла біз бұл сынақтан иншалла өтіп кетеміз. Бірақ біліңіз, бұл сынақ. Бұл тыныштықта сынақ. Біз ойлаймыз, бізде ештеңе болмайды ау деп ойлап қаламыз. Жоқ. Біз өте сақ болуымыз керек. Мысалы, Ауғанстан 40 жылдан бері соғыс болып жатыр. Мен 2004 жылы Сирияға барған уақытында Сирияға көріп, сондай бір арман қылған. Көшеде апельсиндер сондай пісіп тұр. Бір адам қақпайды, жұлмайды. Сондай бір тыныш заман. Бірақ сол Сирияны болып кетті. Енді біз бүтін дүнияны өзімізге бойсындырамыз деп тұрған мына Қытайдың мәселесінде көріп бастар. Біз де мына тыныштығымызға алданып қалмауымыз керек. Бұл тыныштықты жіберіп алмауымыз керек. Бұл тыныштықтан өте жақсы пайдаланып қалуымыз керек. Allah Subhanahu wa Ta'aladan әрдайым дұға қылуымыз керек. Ya Allah, еліміз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Ya Allah'ım, осы берекеңді бере көр. Халқымыз 5 уақыт намазда қайым болсын, оразада сайын болсын, жамағаттарымыз көп болсын, мол болсын, ауырларға өзің шифа бер, перзентсізге өзің перзент бер деп тұрып, дұғада болып тұратын болсақ, Allah Subhanahu дұғаны қабыл қылушы.
Biröwdü şamandagan menen bizge jaksyny eşim alyp kep bermeydi. Birinci özümüz soraýakçy, men jaksymy, jamanmy dep. Özümizge sorak ber, men jaksymy, jaman? Qaýerim jaksy? Meni semýem jaksymy? Semýemde ölgü boladyn kim bar öz? Olum barmy? Kızım barmy? Kim bar meniň semýemde ölgü boladyn? Ey, meniň balamday bolşy dep aýtalatynday, men kimmen? Detin sorak her birimizde tınçtatlanmağı gerek. Allah subhanahu wa ta'ala bul alemde bekerden bekeri jaratmagan. Bäriniz bilesizler. Bul din Allah'ın dini. Bul din, bul Allah'ınki. Biz en ülken mıhta memleket biz deyten Reseyde 73 yılda buldundu kortamında özümün öz korp ketkendi. 73 yıl, karaňyşy 73 yıl kanday kırganda bular. Misal hazırga mana Özbekistanda, mana Samarkand, Bukhara degen yerlerde din güçlü emes o yerlerde. Bizim bırak oyumuzda din güçlü dep oylaýmyz da. Bırak din güçlü emes, din negizi taşken mana wadi jaktyga. Ana din mıqty bolgan. Sen o gözde o adamlar çahsanyp okup okup dini saktap kalgan. Al Bukhara, Samarkand degen Xiva bu yerlerdeki 7 yaştan 70 yaşa şeýin dindarlaryň bärini öldürüp taşlagan. Al bizden yelimizde de ilk şiretten repressiya bolup, ülken galymdar, moldalardy kurtuş bergen. Allah subhanahu wa ta'ala bul beleden uzak kılsın. Bırak din bul Allah'ınki. Bul din ötpey kalgan din emes. Bunu hiç kim jogat almaydı. Bunu hiç kim jogat almaydı. Bilesizler. Bunu Firavun aleyhillâne çıkan paygambarlarga karşı paygambarlar öldüremiz diye Namrut çıkan, keşeki Şıngıskanlar çıkan, buldundu çok kız veremiz dep, tepten musulmanların basından monara kuragan, ahir akıbet yesin çeyip sol Şıngıskanın urpakları da dinde özleri kabul kılıp bütün dünyaya dinde taratkan. Sebebi bu Allah'ın dini. Bu bir Resey'den, Amerika'nın, nemisin bir Arap'tın dini emes bu. Bu Allah'tın dini. Bu men jürgenlerde Allah özü aziz kılıp koyat, uluk kılıp koyat. Sol misal Firavun, sol Namrud, keşekisi Stalin, sol Lenin'in urpakları bırak hazırda var. Önkâni moldalar boktaytın, dindarlar boktaytın, darbar mı? Bunlar sol Firavun, Namrud, keşeki Stalin ve Lenin'in urpakları. Kazısın, kartasın, asıl nesline tartasın da bir gerek değil. Negizinde bar bolgan adam buldunga tasatmaydı.